Катар әлем чемпионатының тарихында бұл шараны өткізіп жатқан ең кішкентай мемлекет. Халық саны сондағы 3 миллион. Жер көлемі 11.600 шаршы километр. Бірақ бұл сандар былай тұрсын, Катар негізі араб елдерінің ішінде өте бай мемлекет десем қателеспеймін. Жер бойынша 158-ші орында болса да, бірақ ВВП бойынша тізімде біздің елдің қасында тұр. Ол жерде де мұнай бар, ал мұнай бар жерде ақша бар. Ақша болса, әрине неге әлем чемпионатын өткізбеске? Оның үстіне неге рекорд қоймасқа? Неге соны жасамасқа? Соған әрекет жасамасқа? Неге жасамасқа? Катар бұл шараны өткізуге кәдімгідей аямастан 220 миллиард ақш долларын жаратқан. Білмеймін, шын мәнінде ол сомаға не істегендерін, барып көретін ақшам болмай қалды өкінішке орай. Бірақ қараңыздар, Германия 2006 жылы бұл шараға шамамен 4,5 миллиард құртқан. Жарайды, бұдан алды өткізген Ресей 2018 жылы шамамен 14 миллиард жаратыпты. Оны қойш, 90 жылдан бастап 2018-ге дейін өткізілген шаралардың барлық шығындарын қоссақ, сондағы 48,6 миллиард шығады екен. Ал мұнда бірақ жалғыз кішкентай мемлекет бакам 220 миллиард жаратып тастаған ғой. Не деген ақша десеңші, мен мұнда бір жақсы ноут ала алмай жүрмін ғой. Айтпақшы, сәлем. Каналға тіркеліп бір лайк, пікір жазып отырыңдаршы, хотя бы YouTube-тан ақша тауып бір мықты ноутбук алайын. Алда негізі хотя бы 10 000 подписчик жинайын ба деген мақсатым бар. Соған көмектесіп тіркеліп кетсеңіз, мен әрине жақсы видеолар шығарып отырамын. Көп уақыт созбай, бастайық. Әлем чемпионаты Катарда өтетіні белгілі болған кезде Катарда бірде-бір үлкен стадион болмаған. Ал қазір бұл елде 8 өте мықты үлкен ареналар бар. Және осының бәрінің салынуына мен жинаған ақпарат бойынша бюджеттің 3% ғана кеткен дейді. Есептесек, ол 6,6 миллиард. Қалған ақшаның бәрі инфрақұрылымға, яғни мемлекет іші құрылыстарына кеткен екен. Білмеймін, енді миыма сыймайды, шамамен 7 миллиардқа 8 стадион салса, қалған 213 миллиардқа не істеуге болады, ойлап қараңыздаршы. Стадион демекші, қандай стадиондар десеңіз, кеттік. Ең басты объект стадион Лусейл, 80 000 адамға арналған. Чемпионатқа 2 ай қалғанда ашылған екен. Стадион Аль-Байт, 60 000 адамға арналған, чемпионаттан кейін отельге айналмақ. Стадион Аль-Тумама, 40 000 адамға арналған. Чемпионаттан кейін орын санын 20 000-ға түсіріп, спорт орталығына ауыстырылады. Халифа стадионы, 40 000 адамға арналған, қала орталығында орналасқан екен. Ахмед бин Али стадионы, 40 000 адамға арналған, бұл стадион дизайнымен Манчестер Сити аренасын істеген компания айналысқан екен. Стадион Аль-Джануб, бұл да 40 000 адамдық. Жақында ғана балықшылар ауылының маңында салынған. Балықшылар мәз дейсің ғой. Тағы да 40 000 адамдық Education City стадионы. Атауы неге олай десеңіз, стадион оқу орындарының аумағында орналасқан. Чемпионаттан кейін оқу орындарында қызмет етеді. Және ең соңғы 974 атты толықтай теңіз контейнерінен жинақталған модульді стадион. Неге 974? Өйткені сонша контейнер пайдаланған. Чемпионаттан кейін бұл стадионды толықтай жинап, Африканың бір мұсылман кедей мемлекеттерінің біріне спорт бағытын дамыту үшін бермекші. Тапқан ақпаратым бойынша, Туниске. Бұл әлемдегі ең алғаш жиналмалы стадион аталған екен. Қараңыздар, осыншама ауқымды және әдемі стадиондар және осыншама бюджет. Қалған ақша қайда кетті? Яғна оны біреу жеп қойды демей тұра тұрайық. Қалған ақша мемлекеттің барлық қалаларының жолдары, көшелері, отельдері, бизнестеріне жаратылған екен. Қазір Катардың қалаларының сұлулығы тым ерекше. Олардың құрылымына, тазалығына, ыңғайлығына көп мән берілген екен. Ол хуйня деп кіріп келейін бе? Лусейл дейтін қала арнайы әлем чемпионаты үшін құрылды десем қалай кетті? Кәдімгідей бір жаңа қала. Достар, ақшаның бір шама бөлігі осы қалаға жұмсалған. Көптеген жаңа ғимараттар салынып, өмір сүру ыңғайлығы реттеліп, және сол жерде орналасқан мұнаймен айналысатын Катар Петролиум компаниясының дамуына, көркеюіне тұрысынан ақша құйылған екен. Негізгі нағыз ақпараттардың бірі, Катарға осы күнге дейін негізі жылына 2 миллион турист келеді екен. Ал чемпионат кезінде 4 апта ішінде бұл елге миллионға жуық турист келетінін білген Катар үкіметі оларға жататын жерге дайындықты мықты жүргізген.
2022 жылдың көктемінде бұл елдің отельдерінде сондағы 33 мың номер болған екен. Сондағы деп қоям, аз емес қой по идее. Ал чемпионатқа дейін олар оның үстіне тағы 25-30 мың номер қосқан екен. Ол хуйня деп тағы кіріп келейін. Бұл аз болатынын біліп, Доха қаласының порттарына 2 үлкен круиздік лайнерлер әкеліп қойған екен. Ол шамамен тағы 4 мыңға жуық номерлер қосады. Бағаларын прям қымбат көретін туристерге қаланың сырт жағында табиғатта кемпинг қызметтері ұсынылған. Палаталық шағын қалашық. Ол шамамен қосымша тағы 400-500 мың орын береді екен. Транспорт туралы айтатын болсақ, қалалар арасы адам тасымалдайтын жаңа 3 метро бағыты ашылып, оған қоса жүргізушісіз қозғалатын жылдам пойыздары іске қосылған екен. Бәрі де өте мықты, сапалы жасалған. Катар үкіметінің айтуынша, бұның бәрі негізі бұрыннан жоспарланған екен. Чемпионаттың болуы тек бұл процесті 10 есе жылдамдатты дейді. Көріп тұрғандай, Катар әлем чемпионатынан максималды түрде пайда алғаны көрініп тұр. Осы шараны пайдаланып, Катар әлемге өз күшін мүмкіндіктерін көрсетті десек болатын шығар. Әрине, бұның бәрінің астында жатқан бізге көрінбейтін нәрселер көп. Олардың бірі чемпионатқа қатысты батыс елдері мен Катар арасында болған жанжалдар. Бірақ олар туралы бұл видео 1000 лайк жинаса, яғни шын мәнінде сізге қызық болса, без проблем жаңа видео түсіріп айтып бере аламын. Осымен болды. Келесі видеоларда көріскенше достар.